Бұрынғы өткен заманда 3 торай өмір сүріпті. Олардың бойлары да, түрлері де, тіпті құйрықтарына дейін бірдей болыпты. Аттарының өзі өте ұқсас. Ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф екен. Жаз бойы жасыл шөпте аунап, күнге қыздырынып, шалшықта рахаттанып жүріпті. Жаз өтіп күз келеді. Күннің көзі бұрынғыдай қыздырмайды, ал сары орманның үстінде сұр бұлттар жиі үрле бастайды. Қыстың жайын ойлану керек, бауырлар. Мен суықтан қалтырап тұрмын. Біз ауырып қалуымыз мүмкін. Бірлесіп үй салып бірге қыстайық. Тоқтаңдар. Күз келді, енді қыстың қамын ойлану керек. Қойшы, әлі ертек ойнай. Иә, ойынды жалғастырайық. Бірақ қысқа дайындалуымыз керек. Мен үй саламын. Көмектесіңдер. Жоқ, біз ойнағалы жүрміз. Иә, сен өзің сал. Жарайды, өзім-ақ саламын. Бауырларым неге әрекет етпей жүр екен? Ертең өздері қиналып қалады ғой? Күн суыта бастады. Ниф-ниф пен нуф-нуф асығатын емес. Торайлар жұмыс жайлы ойлағылары да келмейді. Олар таңертеңнен кешке дейін ештеңе істемей секіріп, аунап жүре береді. Күн де ертең де уақыт өткізеді. Жол жиегіндегі шалшықтың бетіне мұз қата бастағанда ғана олар жұмысқа кіріседі. Ниф-ниф ешкіммен ақылдаспастан бір кеште сабаннан өзіне үй тұрғызып алды. Үйі өзіне сондай қатты ұнады. Ол қуанып әндете жөнелді. Ал нуф-нуф болса, сол жақын маңда жатқан жіңішке бұтақтар мен шыбықтардан үйін демде тұрғызып қойды. Ал наф-наф болса, тастарды тасыды, балшықты езді, сөйтіп жаңбыр мен желден қорғанатын жылы да мықты үй салып алады. Үйдің есігін емемен жасап, оған беріп тиек салды. Қасқыр кіре алмасын деп. Ниф-ниф пен нуф-нуф ағасын көріп айғайлай күлді. Немене тастан қамал соққансың? Неге күлесің? Ертең қасқыр келсе қалай күлетініңді көрерміз. Өй, қандай қасқыр айтасың? Келмейді қасқыр. Сол маңда бір қасқыр ұйықтап жатыр еді. Олардың шуынан ағаш түбіндегі қасқыр оянып кетеді. Уа, не болды? Үйтуің ояттыңдар. Қатты ашуланып тұрмын. Кім кінәлі? Менің ұйқымды бұздыңдар. Қазір табамын сендерді. Аш қасқыр олардың сөзге таласып тұрғанын көріп, енді ұстап аламын деп ұмтыла берген кезде торайлар шыңғырып қаша жөнелді. Әрқайсысы өз үйіне қарай жүгірді. Ниф-ниф сабаннан жасалған үйіне қарай жүгіріп есігін жауып алды. Ал нуф-нуф болса, бұтақтардан салынған үйіне барып есігін тез арада жауып алды. Ал наф-наф болса, өзінің кірпіштен салынған үйіне кіріп, ол да есігін тез арада жауып үлгерді. Қасқыр Ниф-нифтің үйіне келіп, есігін тоқылдатып, есігіңді аш деді. Ниф-ниф болса ашпады. Ал қасқыр қатты 3 рет үрлеген кезде сабан үй қирап қалды. Ниф-ниф жан ұшыра қаша жөнелді. Тез арада нуф-нуфтың үйінің алдына жетіп, екеуі есікті жауып үлгерді. Ашуланған қасқыр бар күшін салып 5 рет үрлеген кезде бұл үйдің де быт-шыты шықты. Торайлар жан ұшыра наф-нафтың үйіне қарай қаша жөнелді. Ағасы есік ашып, оларды кіргізеді. Қасқыр наф-нафтың үйіне келіп, аузын ауаға толтырып бар күшімен үрледі. Есікті жұлқылай бастайды. Ызаға булыққан қасқыр тістермен қаршыды, қабырғаны тырнады. Бірақ түк шықпайды. Тек тісін ауыртып, тырнағын майыстырып алады. Сонымен қасқыр орманға қарай кетеді. Қорықпаңдар, бауырларым, бұл үй мықты етіп соғылған, қасқыр бұза алмайды. Сенің айтқаныңды тыңдамағанымыз үшін кешірші. Саған үй соғуда көмектеспегеніміз үшін де кешір. Бәрі кешірілді, бауырлар. Рахмет, қуаныштымыз. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Иә, тату болайық. Бұл тамақ өте дәмді. Әрине, бірге жеген тамақ тәтті. Иә, келсемін. Енді тек күлейік. Бірге болу қандай жақсы. Мінекей балақай, осымен ертегіміз аяқталды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кет. Бізбен бірге болғаныңа рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңдар.